Қайырлы күн достар, сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздерге өте керемет үй жағдайында өздеріңізге арнап осындай керемет шоколадты құлпынай жасап көрсетуді үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер бұл құлпынай, шоколад, қағаз және шпажка таяқшалары. Ең алдымен құлпынайымызды жақсылап жуып бірнеше қайтара, одан кейін осы кептіріп алатын боламыз. Кептірген кезде де өте сақ болыңыздар, себебі құлпынай өз қалпын сақтауы керек. Мұқият болып, осылай дәл мен сияқты видеодағыдай осындай ақ қағазымызға, яғни салфеткамызға ақырын ғана орап аламыз да, дәл осылай мен сияқты айналдырып, кептіріп алатын боламыз. Шоколадты құлпынайымыз әдемі болып шығу үшін міндетті түрде сухой деп жатады ғой, яғни кептірілген құлпынай болу керек. Бірнеше қайтара осылай кептіріп алсаңыздар болады. Құлпынайдың әдемі болып шығуы дәмінде және үлкендігінде мен сияқты осындай үлкен құлпынайларды таңдап алсаңыздар болады. Бұл шоколадты құлпынайды қазір көп қыздар, қыз-келіншектер бизнес ретінде, қосымша табыс ретінде пайдаланып, өздері қолдарынан келгенше осылай жасап, әдемі етіп, заказға да қабылдап жатыр. Сіздерге мен ең оңай түрін, ең оңай жасалу түрін көрсетіп, үй жағдайында осылай өздеріңіз жасап, жеп көрсеңіздер болады. Міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Мен шоколадты осындай Альпен Гольд шоколадын таңдап алдым. Сіздер кез келген шоколадты таңдасаңыздар болады. Шоколадымыз жақсы еру үшін су моншасына қоятын боламыз. Су моншасы дегеніміз бір ыдысқа екінші ыдысты үстіне қойып, осылай шоколадымызды міне видеодағыдай ертіп алатын боламыз. Егер сізде шоколадыңыз қатты қою болатын болса, аздап сливки немесе сары май немесе сұйық май қоссаңыз бір консистенцияға келетін болады. Енді құлпынайымызды осылай ағаш таяқшамызға осылай түйреп алатын боламыз. Түсіп қалмау керек, соны бақылаңыздар. Түк қиындығы жоқ. Міне көріп тұрғандарыңыздай ағаш таяқшамызға құлпынайымыз түйреп алғаннан кейін сол стақанымыздағы еріп тұрған шоколадымызға айналдыра, барлық жерін тигізіп, осылай жасап аласыз. Егер сіз бизнес көзін таба алмай, үйде декретте не жасарыңызды білмей отырсаңыз, дәл осы шоколадты құлпынайды жасап үйреніп алсаңыз, сізге таптырмас мүмкіндік. Үйіңізде отырып-ақ өз бизнесіңізді жасап, ақшаңызды тауып, мол табысқа кенелетін боласыз. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Маған өзіме қатты ұнады. Дәмі керемет болып шығады екен. Құлпынайды тоңазытқыштан алғаннан кейін өз қалауыңыз бойынша әсемдеп әрлесеңіз болады. Мысалы, орехпен, ақ шоколадпен, енді ол жағы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Барлық құлпынайды осылай шоколадымызға айналдырып болғаннан кейін шамамен 30 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Менде бір-екеуі жабысып қалды, сіздерде жабысып қалмауы керек негізі, бірақ өте дәмді болып шығады екен. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып қойыңыз.